Barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlarмен boks жаңалықтары videoni boshlamas turib arnaga tirkelib, videoga like bosуды unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар тек qana bizde bo'ladi. Canelo qay bokschimen tag'i bir ayqasuvda ayqasatini aytdi. Ikkinchi o'rta salmoqda WBS, WBA және WBO nusxalari bo'yicha Olimp chempioni meksikalik Saul Canelo Alvarez 5 salmoq darajasida Olimp chempioni bo'lgan amerikalik Floyd Mayweatherмен qarimta jekpa-jek o'tkazgisi keletini ma'lumdedi deb xabarlaydi. Әрине Mayweatherмен qayta жұдырық tasqim keledi. Оған есе qaytaruға мүмкіндік болса, қуанар едім. Екеумізде мұндай жекпе-жек болмайтынын жақсы білеміз. Бірақ онымен ардағы мәселе бір жолы шешімге келеді деп келеді Alvarez'дің сөзін Scott Out порталы. Alvarez'дің алғашқы жеңілісі. Alvarez мен Mayweather арасындағы жекпе-жек 2013 жылдың қыркүйегінде ақштың Лас-Вегас қаласында өткен. Ол кезде америкалық боксшы төрешілердің шешімімен жеңіске жетті. Мексикалық спортшы кәсіби мансабындағы алғашқы жеңілісі ұшыраған болатын. Ал қазіргі таңда Alvarez'дің есебінде 62 жеңіс, 39 нокаутпен 2 жеңіліс және 2 тән түскен айқас бар. Ал Mayweather 50 жекпе-жек өткізіп, барлығында жеңіске жеткен 27 нокаут. Айта кетейік, Canelo қазақстандық боксшы жанкүйерлеріне Геннадий Головкиннің өткізген трилогиясы арқылы жақсы таныс. 2017 жылғы алғашқы жекпе-жегі тән нәтижемен аяқталып, дау тудырған еді. Бір жылдан кейін қарымтада төрешілердің шешімімен мексикалық жеңіске жеткен. 2022 жылы өткен үшінші жекпе-жекте де жеңісте Alvarez'ке бұйырды. Сіздермен бокс жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.